Саламатсыздар ма? Есімім Қалбаев Ержан Абделұлы. Осы Каспий ұлттық жобасындағы асессорлардың қатарындамын. Осындай жобаға бірінші рет асессор ретінде қатысып отырмын. Бірақ өте қызықты өтті. Мен үшін жалпы өзім 7 жоба қарастырдым. Әртүрлі номинация бойынша. Соның ішіндегі өзіме сызып аларлықтай жобалар да болды. Қабат деген тағы да сәл жетіспеді ғой, тағы да көбірек көрсету керек еді ғой деген сияқты жобалар болды. Өте қызықты өтті. Жалпы асессорлерге осы жобаның әр номинациясы бойынша әртүрлі талаптар қойылды. Мысалы, жаңа лучший проект, жалпы осы жылдың үздік жобасы деген сияқты, оған өзіндік талаптары бар. Жобаның жалпы осы жобалық менеджмент саласындағы қолданылған инструменттер қолданылды ма, жоқ па деген сияқты. Жалпы осы әр номинацияда әртүрлі талаптар, бірақ сәйкестігі бұлар жалпы осы мемлекеттік органдарда осы қызметте жобалық менеджментті дамыту ғой. Сол дамытудың критерийлер қолданылды ма? Сол жағынан критерийлер көп болды, өте қызықты, өте қажетті критерийлер болды. Жоқ, енді өз басым асессор болу үшін негізі сіз анау сертификатталған проектный менеджер дейді ғой, жобалық менеджер болу керексіз. Егерде өзіңізде сол біліктіліктер жетсе, жобаға қандай талаптар қойылу керек, жоба қалай жүзеге асу керек деген өзіңіз білсеңіз, жобада асессор болу қиындық туғызбайды. Керісінше жобаны қызығып, уақытыңыздың қалай өткенін, жобаны қалай оқып жатқандағы сол жобаға үңіліп өте қызықты өтеді. Жобаға қатысушыларға тілегім, жалпы жобада жетістік тілеймін, жүлделі орындарды алуды тілеймін. Және де осы болашақта бұдан да басқа өзге де жобаларды осы жобалық менеджмент принциптерін қолдана отырып сапалы орындалуын тілеймін.